Бүгін 6 шілде. Біздің балапан Ернартай. Бүгіннен бастап YouTube түсіріп салып тұрайыншы дедім естелікке. Балдар өскеннен кейін өз қызықтарын сол YouTube'дан көріп ала береді деген ойда. Оның үстіне бір түрткі болған нәрсе. Кеше бізде 1-2 айдан бері есік алды стройка болды. Мынау летний кухня, сарай, забор, ненің бәрін соқтық 3 айдай. Папамыз өте қатты қиналды. И ойыма келді до и после деген бір видеолар, бірдеңелер қалса екен деп, себебі бұның бәрі папамыздың күшімен келген таза еңбегінің арқасы. Тынбай осы балдар үшін жасап жүрген. Соны балдарым білсе екен. Енді ең үлкенім қазір 8-ден ұргелді. Ең кішкентайымыз міне 2 жас. Ертең 1 ай болады 16-сына. 15-іне то есть. Осы балдар үшін еңбек етіп жатқан әкесінің әрбір қадамын көріп жүрсе деген еді. Мына дарбазаны қойдық. Мына жердің бәрі пустыня еді. Ештеңке жоқ еді. Бұл дарбазаны қойғымыз келіп жүргенде 5 жыл болды. Бұл үйде әр нәрсе Нұрекеңнің еңбегінің арқасында келген. Мына заборлар, енді Құдай қаласа мына жақтың бәрі бау-бақша. Қазір шілде айы болса, сәл стройкіден сентябрьге дейін, күзге дейін дем алып, сәл біраз ақша жинап, себебі ақша өте көп кетті. Мына жерлерге стяжка құйдырып, әдемілеп алсақ деген ойымыз бар еді. Бірақ сәл дем аламыз. 1-2 ай дем алып, үзіліс жасап істейміз. Құдай қаласа. Аллаға мыңда бір шүкір. Биыл өте көп жұмыс істедік. Бұның бәріне өте күш, жігер, ақша, уақыт кетті. Нұрекең бірақ молодец, шаршадым демей істеп жатыр. Мына бір бұзықсың. Е? Сондай осылай енді күнде болмаса да бір қызықты видеоларды, бір қызықты сәттерді түсіріп тұрсам деген ойдамын.